Өте шұғыл дерек, жылдам хабарнама, жұлдызды жаңалық. Ассалаумағалейкум, армағазақ. Әсел Асқар күйеуімен не себепті ажырасқанын баяндап берді. Әсел Асқар бағдарламада жүріп жатқан күндердің бір күнінде ол осы турысында бір хабарнама айтқан болатын. Онда ол былай деді: мен күйеуімнен ешқандай қолдау көрген жоқпын. Алайда бірақ мен оны жамандауды қаламаймын, себебі өткен күндерде мен онымен бақытты ғұмыр кештім. Маған бұрынғы жігітін жамандайтын, немесе оны туралы жаман сөз айтатын қыздарды да даже ұнатпаймын деді. Мен онымен бақытты күн кешкен күндерім мен үшін рухани азық болған деп баяндап кетті актриса. Және бір сөзінде ол: мен өзімде қандайда бір күш таптым, мен оны кешірдім. Қарым-қатынасты мен тоқтатқан жоқпын. Қарым-қатынасты Айбарсынның әкесі тоқтатты. Тек қана мен оны кешірдім, деді актриса. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, және де жұлдыздардың өмірінде болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле аласыздар.